Бірде тіл зерттеуші ғалым кемемен ұзақ сапарға шығады. Жол ұзақ еді. Ғалым зерігіп, кеме үстінде олай да бұлай кезіп жүреді. Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, қолдауларыңызды сұраймын. Кенет кеменің капитанын көреді. Оны сөзге тартып, сіз тілдің грамматика заңдарын білесіз бе? Деп сұрайды. Жоқ, білмеймін. Тіл ғылымы жайлы кітап оқып көрмеппін, деді капитан. Өкінішті, ендеше жарты өмірім зая кетті деп есептей бер, деді ғалым басын шайқап. Кенет теңіз үстінде құйын тұрып, кемені шайқап жіберді. Желкенді жыртып, ағаштарын сындырып жіберді. Кеме суға бататын болды. Жұрт кемеден қашып, суға секіре бастады. Әлгі ғалым жанұшыра жүріп, кеме капитанын тауып алды. Енді не істейміз деп сұрады одан. Мырза, жүзуді үйреніп пе едіңіз, деді капитан. Жоқ, жүзу білмеймін, деді ол. Өкінішті мырзам, сіздің жарты емес, бүкіл өміріңіз зая кетті, депті капитан. Өмірде ілім көп, оның бәрін қуалауға өмірің жетпейді, бірақ өзің үшін ең маңызды ілімді білмеу, жүзуді меңгермеген ғалымның шарасыз халіне ұқсас. Шығыстанушы Өтеген Күмісбаев видео аударған. Жолға шыққан үлкен кеме болыпты. Матрос пен ғалым сонда жолықты. Синтаксисті білесің бе, деп еді, басын шайқап матростың дегені. Төмен қарап матрос та тұрып пен ғалым айтты, жарты өмірің босқа өткен. Жел соқты, толқын таулар бұлқынды. Грамматиктен матрос сұрап үлгірді. Білемісің жүзуді сен, деп еді, қорыққаннан ғалым тілге келмеді. Теңізші айтты, қайран ғалым, қара әні, су түбіне кеме батып барады. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.